кішкене үзіліс болды, бірақ біз ары қарай жалғастырамыз. Яғни мен мына білімі, байланысу, қызығушылығы, өмірлік ұстанымы осыны кішкене айқындамақпын. Және оны қолданатын бұл жерде яғни HTML-дің коды ол осы strong деп аталады. Және мен осы strongты қызықтырып отырған бөліміне орнатамын. Яғни қызығушылығы, өмірлік ұстанымы осы жерлерді жазайын. Яғни HTML-ді кез келген бастаған кодты жабу керек. Ол үшін міне мынандай алдыңғы слэш қолданылады. Яғни strongтың алдына мен алдыңғы слэшті қоямын. Сөздің артындағысына қояйын. Және апдейтті бір басып көрейік, тексеріп қалай болғанын. Міне қарап отырсаңыздар, білімі, байланысу, қызығушылығы және өмірлік ұстанымы қазір ерекше, яғни кішкене алдыңғы сөздерге қарағанда толық қаныққан, яғни бұл жерде сия көп деуге болады. Яғни енді тағы да бір нәрсе өзгерткім келіп тұрғаны, ол әр қатардың жеке бөлінуі. Ол үшін тағы да мен HTML-дің кодын пайдаланамын. Ол break деп аталады. Яғни міне мынау break, бұны ашу тегі керек емес, тег деп аталады. Бұл тегтердің қажеті жоқ. Қазір оны қажетті жерге қояйын. Яғни бізге мына жерде қажет және мына жерде қажет. Енгіздім. Апдейт нүктесін басамын. Және міне енді көріп отқандарыңыздай білімі, байланысу, қызығушылығы және өмірлік ұстанымы осы мәліметтер, мағлұматтар бірінен кейін бірі, яғни әр қатарға жіктелді. Ол осы break тегінің арқасында, break тегінің көмегінің арқасында іске асты. Енді Ануарды сіздерге таныстырдым. Ануар біздің желі инженері екенін білдіңіздер. Енді бір қызық мағлұмат, яғни енгізетін болсам, осы басты бетте жаңа жасауды ұмытып кетіппін. Ол мысалы орыс тіліндегі нұсқасына кіріп қарасаңыз, басты парақшаның төменгі жағында мынау сертификаттар берілген екен. Яғни осы сертификаттарды ашып қарасаңыздар, бұл жерде де плагин қолданылады. Ол плагиннің көмегімен міне мынандай іс-қимылды оңай жүзеге асыруға болады. Енді мен осы сертификатты сіздерге қалай жасайтынын көрсетемін. Оны басты бетке орнатамын. Біздің басты бетте төменгі жағына мына жаққа орнатамын. Ол үшін тағы да басты бет парақшасын ашайын. Міне басты бет парақшасын аштым. Енді тағы да осы Page Builder плагинін қолдана отырып, бізге қажетті галереяны қосамыз. Яғни жаңағы сертификаттарды қосамыз. Ол үшін тағы да мен қатар қосамын. Және бұл қатар менде бір қатар болады. Сосын оны басты беттің төменгі бөлігіне апарамын. Және осында виджетті қосамын. Ол виджет shortcut ultimates деп аталады. Яғни мынау shortcut ultimate'ті пайдаланамын. Және оның edit нүктесін басып, бізге қажетті кодты қазір орнатамын. Енді бірінші ол title дейді, яғни тақырыбы қандай бұл галереяның. Ол біздің сертификаттар деп аталады. Мен соны жазайын. Біздің сертификаттар жаздым. Енді қазір мен сіздерге галереяны қосуды қайтадан бір көрсетейін. Міне insert shortcode, яғни тайтылды жазғаннан кейін тақырып біздің сертификаттар, insert shortcode нүктесін басамыз. Және осында галерея нүктесін таңдаймыз жаңағы. Сосын суреттерді қайта таңдаймыз. Суреттер. Яғни 4 суретті таңдадым. Таңдалған суреттерді қосу. Және лимитті өзгертеміз тағы да. Сол парақшада ашылғаны қажет. Және оның ұзындығы, биіктігі барлығы сол күйі қалады. Және бір қызық жері менің тастап кеткен. Мынау link targets деген жерде ұмытып кеткен сияқтымын. Яғни links деген жері мынау бізге қажет жер екен. Яғни осы жерде lightbox дегенді таңдау керек. Яғни ол осылай сөніп тұрған, яғни терезе үлкен болып ашылады дегенді білдірсе керек. Яғни lightbox осы linkstің таңдалынады. Сосын insert shortcode'ты басамыз. Done жасалынды және парақшаны апдейт нүктесін басып жаңартайық.
Енді бастапқы парақшаны қарасақ, төменгі жағында бізде сертификаттардың тізімі пайда болды. Кез келген сертификаттың үстінен бассам, міне, біздің сертификаттар толықтай, яғни осы парақшада үлкен болып көріну үстінде. Бұл жалпы кез келген парақшада жасалынады, яғни егерде араларыңызда фотографтар немесе сурет түсіру, суретті өңдеу, басқа да осындай салада жұмыс жасайтын, суретті өзінің сайтына қойғысы келетін көрермендер болса, онда кез келген бетке галерея парақшасын жасап, осындай қылып суреттерді ұсынуға мүмкіндігі бар. Және де бұл жерде қарапайым сертификаттардың тізімі берілгенмен, мысалы сіздер суреттің астына белгілі бір мәтінді жазғыңыз келсе, онда оны жазуға да мүмкіндік береді. Енді мен ол жағдайды қарастырмаймын, себебі маған керегі осы болатын. Енді сіздерге қажетті жағдайлар туындағанда, яғни қажеттілік туындағанда, оны сіз интернеттен қарастырсаңыз, ол туралы көптеген ақпаратты табасыз. Және бір айта кететін нәрсе, бұл жерде мен неге осы біздің маман Ануарды ұсынып отырмын. Себебі, өздеріңіз байқасаңыздар, Ануар осы компанияның Cisco сертификаты бар маманымыз, яғни ол Cisco Certified Network Associate. Роутинг және свитчинг, яғни маршрутизатор және коммутатор аппараттарымен, құралдарымен жұмыс жасайтын маман. Және ол осы аты әлемге әйгілі, яғни желілер саласында де-факто стандарт болып есептелінетін нөмір бірінші компаниялардың бірі осы Cisco компаниясының бастапқы деңгейдегі, яғни бірінші деңгейдегі сертификаты бар онда. Және ол болашақта CCNP-ді алады деген ойдамын. Және ол жұмыс барысы көрсеңіздер, осы желілермен және технологиялармен, желі технологиялармен көп байланысты. Және болашақта сабақ жасау, яғни осы Cisco саласында, біз мысалы келесі сабағымыз Cisco-дан болатын болса, ол осы Ануар жүргізуі әбден мүмкін. Және айта кететін бір нәрсе, бұл мағлұматтар туралы сіз толық ақпаратты біздің сайтқа кіріп, қажетті бөлімнен, яғни хабарламалар немесе сабақтар бөлімінен бұл ақпарат туралы толық мағлұматты ала аласыздар. Енді қарап отырсаңыздар, біздің бастапқы бетте бірнеше мағлұматтар енгізілді, сертификаттар пайда болды, орыс тілі нұсқасындағымен ұқсас болып келеді.